Мен биылғы жолдауымда бір палаталы парламент құру туралы бастама көтердім. Бұл осыған дейінгі саяси өзгерістердің заңды жалғасы деуге болады. Біз күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидатын орнықтыра түсеміз, яғни еліміз президенттік республика болып қала береді. Жаңа бастама қоғамда қызу талқыланып жатыр. Парламенттің құрылымына қатысты көптеген ұсыныс келіп түсуде. Мысалы, депутаттардың саны халық санына сәйкес, яғни пропорционалды болуға тиіс деген ойлар айтылуда. Мұндай ұстаныммен қарайтын болсақ, олардың саны 200 адамға жетеді. Қазір қос палатада 148 депутат бар. Парламенттік реформа екі палатаны жай біріктіре салу деген сөз емес. Меніңше депутат санын тым көбейтудің қажеті жоқ. Керісінше оңтайландыру керек. Парламенттің жұмысын жетілдіру қажет. Мысалы, бір палаталы жаңа парламентте президент квотасы болмайды. Барлық депутаттар бірдей тәртіппен сайлану қажет. Бұл алдағы парламенттік реформа аясында жасалатын аса маңызды қадам. Мұны жақсы ұғынып, жұртшылыққа кеңінен түсіндіру қажет. Заң шығару органына білікті әрі тәжірибелі мамандар, яғни өз ісінің майталмандары келуге тиіс. Бір сөзбен айтқанда, біз нағыз кәсіби парламентті жасақтауымыз керек.